Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сізге осындай творожный пирогтың рецептімен бөлісемін және бір құпиясымен ашатын боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге сливочный май, сахарный пудра және ұн және бір жұмыртқа керек болады. Және ол үшін бізге осындай ыдысымызға ұнымызды және ұнымыздың ішінде мен разрыхлителді бірге қосып салдым. Сіздер ұмыт кетпеңіздер. Және оның үстіне осындай сары майымызды, қатқан морозилкадан шыққан сары майымызды алып, осындай теркамыздан, ете қандай теркаларыңыз бар, сондай теркамен осылай бір келкі қалып теркадан өткіземіз. Арасында ұнымызға матырып отырамыз, сол кезде тез-тез осылай жақсы көтілетін болады. Теркамыздан үгітіп, бір келкі қып, барлығын үгітіп болғаннан кейін қолымызбен өстіп жақсылап араластырып жібереміз. Және осының үстіне сахарный пудрамызды саламыз. Сахарный пудрамызды салып, тағы бір араластырып шығамыз. Осылай бір келкі араластырып алып, осының үстіне қазір біз бір жұмыртқамызды салатын боламыз. Бір жұмыртқамызды үстіне салып, тесто илейтін боламыз. Басында сіздерге тестамыз бірікпейтіндей болып көрінуі мүмкін, бірақ осы бір жұмыртқамыз осы тестамызға жеткілікті болады. Осындай теста болады. Осы тестамыз илейміз жақсылап. Бір келкі қып илеп, бір 20-25 минутқа, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Холодильникте өзі жарты сағаттай жақсы болып, тестамыз жақсы болады. Осындай керемет тестамыз пайда болды. Осы тестамызды холодильникке апарамыз. Салмасына творог саламыз. Творог, сметана, бұл жерде мен 20% сметана қолдандым. Және 2 үлкен ас қасық ұн және қант. 2 жұмыртқа. Бұл жерде 2 ас қасық ұнның орнына кукурузный крахмал қолдансаңыздар болады. Жұмыртқамызды салдық, қантымызды саламыз және сметанамызды саламыз. Оларын салып, бір келкі масса болғанша араластыратын боламыз. Және ұнымызды саламыз. 2 ас қасық ұн. 2 ас қасық ұнды салып, блендердің көмегімен бір келкі араластырып аламыз. Осындай бір келкі араластырып, ұнымыз бәрі бір келкі араласу керек. Және мен сіздерге айта кететін жай, жаңа басында айтқандай бір құпиясы, бұл жерде бізде жұмыртқа болып табылады. Жұмыртқасының сарысын творогтың массасына саламыз да, ағын бөлек алып қалып, осындай миксердің көмегімен өстіп миксерлеп аламыз. Аппақ пышный болғанша миксерлейміз. Бұл жерде жұмыртқаның рөлі осы біздің творожный пирогымыздың воздушный болуына әсер етеді. Пышный болады. Жегенде аузында еритіндей болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Керемет шығады. Балалардың бәрі сүйіп жейтін болады. Балалар емес, үлкен кісілердің өзі ұнайтын болады үлкен кісілерге. Жегенде ауызда еріп тұрады. Осындай масса болады. Осы массамызды өстіп творожный массамызға саламыз. Үстіне салып, саламыз. Оны біз қазір венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Венчиктің көмегімен бір келкі араластырып аламыз. Қарасаңыздар, қандай воздушный болып тұр біздің тестамыз. Смесіміз. Және оны осындай менде қазір 26
диаметрдегі, қазір 26 диаметрдегі ыдысты пайдаланып жатырмын. Осыған біз қазір пирогымыздың тестасын жасайтын боламыз, астына салатын боламыз. Өстіп бір келкі қылып тестамызды жаямыз. Барлық жерін бір келкі қылып жайыңыздар. Тестамыз холодильникте 20 минут тұрғаннан кейін жайып екені ыңғайлы, тез жайылады. Және өстіп бортиктерін өстіп көмегімен, шанышқының көмегімен өстіп жасап аламыз. Және осының үстіне жаңағы жасаған творожный массамызды саламыз. Творожный массамызды үстіне салып, пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. 180 градуста 35-40 минут пісетін болады. Тестамызды үстіне етіп алып, 180 градуста пешке саламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламыз. Прям кескенде жұмсақ, воздушный болып шығады іші. Барлықтарыңызға ас болсын.